көп нәрсені көзім ашылып баратыр осы отқанда. Табиғаттан артық емшік жоқ. Сол табиғаттың емшілік қасиеттерін біздер осы уақытқа дейін түсінген жоқпыз. 90-100 жас өмір сүріп, бала-шағаның қызығын көруге бола ма екен? Болады. Қалай жүріп тұруды, тамақтануды, мысалға денсаулықты сақтауды үйренсек, 100 жасқа ойланбай жетуге болады екен. Өзің жүріп тұруың еркін болғанда бала-шағаның қызығын көресің. Өзің төсек тартып жатсаң, бала-шағаның қызығын көре алмайсың, солай ғой? Солай. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті ағайын, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 80-ші мейірлі ағымды да аяқтадық. Алатаудың шыңында керемет жерде, керемет нәтижелермен аяқтап отырмыз. Осы ағымда адам ерекше көп болды. Соның бірі міне Дүйсенбек құрдас, бауыр. Қай жақтан келдіңіз, қандай проблемамен келіп қалдыңыз Дүйсеке? Мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы әр жағында Айшуақ Саққозы дейді, елді мекені, сол жақтан келдім. Проблема болғанда айтарлықтай қатты не болған жоқ. Мен өзім сізді YouTube каналыңыздан көріп, жүріп, оқып, шамалы танысып, біліп едім. Соны барып әуелі 70 шағымда балам келіп кетті осыраға. Келіп, ол да айтып келді, содан кейін өзі армандап жүрдік. Негізі бұл сауықтыру орталықтары біздің Ақтөбеде де бар. Мен енді ол сізбен өзіңізбен бетпе-бет жүздесіп, сізді көріп, қандай жан екенсіз, қандай адам екенсіз, соны көріп сіздерді келіп, сол мақсатқа қазір жетіп отыр. Міне өткенде 24 күні келіп бастадық. Міне бір апта өтті, 6 күнде былайынша айтқанда мен қазір жасым 63-те. Осы уақытқа дейін ала алмаған денсаулық жайлы басқа да мағлұматтарды мысалға ала алмаған, көзім ашық болмаған екенін түсіндім өзімді. Міне құрметті ағайын, 60 жасқа негізгі айтады ғой, қанша өмір сүрсең сонша оқу керек, үйрену керек дегенде. Кейбір адамдар 70-80-ге келсе, кейбіреулер 30-40-та 2 кітап оқып кеудесін қағып кетеді. Сондықтан міне анау Ақтөбеден егер баласы келіп, әкесін жіберіп отырса, баласы әкесіне жаманшылық ойламайды ғой. Сондықтан Дүйсеке жұбайыңыз да келді, да? Иә, жұбайыммен қасымда жолдас жігітім бар, оның да жұбайы бар, төртеуміз бірігіп, бір-бірімізді күттеп барып қайтайық. Негізі Ақтөбеде де бар ғой, жоқ, біз тіке өзі Ахметбектің өзіне барайықшы, сояқты көрейік. Ризасыздар ғой? Риза болғанда да ризамыз. Осында енді менің жерлестеріме, ауылдастарыма, тума-туыстарым, мысалға өзімнің бауырларым, бүкіл таныстар сіздерге айтатыным, осы жан мен тен сауықтыру ортасына келіңіздер. Көздеріңіз ашылады көп нәрсеге. Мен былайынша айтқанда көп нәрсені көзім ашылып баратыр осы отқанда. Мен ертең балдарыма беретін тәрбие, қалай тамақ ішу керек, дұрыс тамақтану керек, денсаулықты қалай сақтау керек, соның бәріне көзім ашылды. Әркім адам енді өз үшін өмір сүреді ғой, сонда да соны салауатты, мәнді түрде жақсы қарттыққа жетіп, жақсы ұрпаққа тәрбие беріп кетеміз десеңіздер, осында келіңіздер. Ахметбек мысалға замандасым, әрі құрдасым, соның лекциясын тыңдаңдар, дәрістерін тыңдаңдар. Сол кезде көздеріңіз ашылады бәріне. Жаттығуларын жасаңдар. Міне Дүйсеке айтады ғой, 21-ші ғасыр, медицина жетілген, ғылым жетілген заман дейді. Бірақ әнеу күні мен бәрін айттым. Еске түсіріңізші, қайтыс болған бір 20-30 адамды. Солар неден қайтыс болды екен дегенде бәрі айтады. Жастай кетті, ажалына мен емес, мысалы 40-50-60-та кетті, 70-те кетті, содан кейін ауырып, жаны қиналып кетті дейді. Енді ғылым медицина жетілген заманда неге олай болып жатыр? Неғып медицина емделмей жатыр? Осы жерден бірдеңе түсіндіңіздер ме? Осы одан енді нағып медицина емдемей атқанына бәріне көзіміз жетті. Адам жер, мысалға менің түсінігім кеше осы Ахметбектің сабақтарына қатысқаннан кейінгі түсінігім, табиғаттан алшақтап кеттік біздер. Табиғаттан артық емші жоқ. Табиғаттан артық емшік жоқ. Сол табиғаттың емшілік қасиеттерін біздер осы уақытқа дейін түсінген жоқпыз. Барлығын жаңағы кешегіде айтып жатыр, ерте келіп қатыссаңыздар көресіздер. Комфорт өмір дегенне, таза тамақ дегенне оның бәрін түсінесіздер. Біздер қазір ылығып кеттік, комфорт өмірге соған ылығып кеттік те өз-өзімізге ешқандай мән бермей кеттік. Соның енді кесірі мысалға жалғасын таппасын деп, сол ұрпақтар салауатты болсын.
осыны бәрі түсінсін олсын деп былайша айтқанда иә заманда қым қуыт жарнама, қым қуыт өмір, күнде тіршілік, сонымен жүрген адам ана миына не естіп жатыр, көзімен не көріп жатыр, соны саралап үлгермейді. Сондықтан ана керемет жарнаманы өлтіріп тұрып береді. Содан кейін былай қарағанда есуас қылық жасаймыз. Мен де жасаған, сіз де жасап жүрсіз бір кезде. Қарасаң, дастарханға өлі суды қояды. Ауылда тұрасыздар, су болса да, о жиын тойда бөтелкеде суды әкеліп құяды. Солай ғой? Міндетті түрде. Қазақстанда 600 миллиард теңгеге адамдар өзіне өзі темекі сатып улап жатыр. Сол сияқты торт жейді, кола ішеді, ана ұйқысы қанбайды. Соның кеселінен тапқан ауру. Енді 90-100 жас өмір сүріп, бала-шағаның қызығын көруге бола ма екен? Болады. Тек қана білім болса, солай ғой? Білім болса, осыны көзіміз ашық болса, қалай жүріп тұруды, тамақтануды, мысалға денсаулықты сақтауды үйренсек, 100 жасқа ойланбай жетуге болады екен. Дүйсекең жасайтынына мен сеніп отырмын, өйткені бірінші қатарда отырды. Жаңа жолдасы да жұбайы отырды, бәрін жазып, тыңдап, бәрін мұқият тыңдап отырды. Анау арт жақта кейбіреулер кіріп шығып жүреді. А бұл кісілер тыңдап отырды. Өйткені денсаулық қымбат. Оны айтып қана қоймау керек. Адам ұғуға, тыңдауға, істеуге тырысу керек. Енді ұрпағыңыздың денсаулығы, ағайын туғанның денсаулығы сізге аманат. Өйткені сіз ұқтыңыз. Ұқтым. Енді оларға біреуге үлгі болып, бала-шағаның қызығын көру керек. Қызығын көру үшін адамның дені сау болғанда, өзің жүріп тұруың еркін болғанда, бала-шағаның қызығын көресің. Өзің төсек тартып жатсаң, бала-шағаның қызығын көре алмайсың, солай ғой? Солай, ол бәрі түсінікті. Сондықтан да келешек ұрпаққа бәріне айтарым осы. Салауатты өмір салтын ұстану керек. Табиғатпен достасып, ауру дәрі-дәрмекпен қоштасу керек. Міне, құрметті ағайын, сонау Ақтөбеден келіп отырған Дүйсекең жұбайымен келіп отыр. Балаларсы келген екен. Сол кісіге денсаулық тілеп, лайық қойып, комментарий жазып тарата жүріңіздер. Айтады, әкетіп бара жатқан ауырым жоқ. Міндетті түрде ауырып, жүре алмай қалғаннан кейін, жаныңа батқаннан кейін келіп дұрыс емес. Адам алдын алу керек. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде деп біз бәріміз айтамыз еріммен. Бірақ өмірде оны істейтін адамдар аз. Әбден шипасы бітіп, бүкіл ауру жинап алғанда келеді. Сондықтан Дүйсекеңнен үлгі алыңыздар. Міне 60-тан асты, енді денсаулықты ойлау керек. Бала-шаға жетілді, солардың қызығын көру үшін, емін-еркін жүріп тұру үшін. Бала-шағаның қызығын көріп, ұзақ бақуатты өмір сүруін тілектеспін. Сізге де тілейтінім, әлде де жеңіске жеткенше алға қойған арман мақсаттарыңызды мынау 60 қаладан осындай сауықтыру орталығын ашуыңызға шын жүректен тілеймін. Осындай Рахмет. Замандасым сияқты қазақтың балалары қазақ болсын. Балаң аты кім? Баламның аты Ғанибек. Міне, Ғанибектен үлгі алып, әке-шешеңе телефон алып бересің, жақсы, көлік алып бересің, жақсы. Бірақ денсаулық, сен мәдеп денсаулық алып бере алмайсың. Денсаулық алып беру үшін денсаулық қайда? Оны қалай еңбектену керек, қалай табу керек, соны үйрету керек. Осы жерге әке-шең жіберіңдер, біз үйретеміз. Солай ғой? Солай. Жақсы. Жақсы, рахмет.